Қала тыныш көрінгенімен, оның ішінде әр адамның өз құпиясы бар еді. Сол құпиялардың бірі аяулымның тағдыры болатын. Ол қарапайым, адал, ешкімге жамандық ойламайтын қыз еді. Университетті үздік бітіріп, қаладағы беделді компаниялардың біріне жұмысқа тұрған. Өз еңбегімен жетістікке жетуді армандайтын. Оның өміріндегі ең үлкен тірек сүйген жігіті Арман болатын. Арман болашағынан зор үміт күттіретін жас тергеуші. Ол әділеттілікке сенетін, заңды бәрінен жоғары қоятын адам болып көрінетін. Аяулым да сонысы үшін оны жақсы көрді. Екеуінің махаббаты сырт көзге мінсіз еді. Бірге жоспар құрды, болашақтарын бірге елестетті, тіпті үйлену туралы да жиі сөйлесетін. Бірақ бір күн бәрін өзгертті. Компанияда ірі қаржылық ұрлық орын алады. Миллиондаған қаражат жоғалып кетеді. Бұл оқиға бүкіл қаланы дүр сілкіндірді. Тергеу басталып, күдік бірден бірнеше адамға түседі. Соның ішінде аяулым да бар еді. Алғашында ол мұны жай ғана түсініспеушілік деп ойлады. Шындық анықталады деп сенді. Бірақ жағдай күтпеген жерден күрделене түсті. Барлық дәлелдер біртіндеп оған қарсы жинала бастады. Құжаттарға оның қолы қойылған, ақша аударымдары оның аккаунты арқылы өткен болып шықты. Бұл мүмкін емес, деді аяулым көз жасын әрең ұстап. Мен мұны істеген жоқпын. Бірақ ешкім оның сөзін тыңдағысы келмеді. Ең ауыр соққы істі жүргізіп жатқан тергеуші Арманның өзі болды. Алғаш кездескенде олардың көздері түйісті. Сол сәтте аяулым оның жанарынан бұрынғы жылулықты іздеді. Бірақ оның орнында суықтық пен күмән ғана тұрды. Арман, сен маған сенесің ғой? Иә, деді ол үмітпен. Арман үнсіз қалды. Бұл үнсіздік жауаптан да ауыр еді. Шын мәнінде Арман бәрін түсінген еді. Істегі кейбір дәлелдер тым мінсіз көрінді. Біреудің әдейі ұйымдастырғаны анық сезілетін. Бірақ бұл істің артында өте ықпалды адамдар тұрғанын да ол білді. Егер ол қарсы шықса, мансабы ғана емес, бүкіл өмірі күйреуі мүмкін еді. Ол таңдау алдында тұрды. Шындық па, әлде болашақ па? Сол түні Арман ұзақ ұйықтай алмады. Аяулымның көзіндегі сенім, оның дауысы, бірге өткізген сәттері бәрі көз алдынан кетпеді. Бірақ таң ата ол шешім қабылдады. Тергеу жалғасты. Ал аяулымның үміті күн өткен сайын сөне бастады. Тергеу күннен күнге қатал сипат ала бастады. Аяулым үшін уақыт баяу жылжитын сияқты еді. Әр күн бір үміттің өшуі, әр жауап алу, жанын тағы бір жаралау болатын. Оны қайта-қайта тергеуге шақырды. Бір сұрақты ондаған рет қойды. Бір жауапты 100 рет тексерді. Ақшаны қайда жасырдың? Кіммен бірге істедің? Неге дәл сенің аккаунтың қолданылды? Мен ештеңе істеген жоқпын деп шаршаған дауыспен қайталай берді ол. Бірақ оның сөздері бос кеңістікке айтылғандай әсер қалдыратын. Кейде ол тергеу бөлмесінде жалғыз қалып, қабырғаға ұзақ қарап отыратын. Сол сәттерде оның ойына тек бір ғана адам келетін: Арман. Неге ол үндемейді? Неге мені қорғамайды? Бір күні олар тағы бетпе-бет кездесті. Бұл жолы Арман ресми түрде жауап алу жүргізіп отырды. Оның алдында қағаздар, дәлелдер, хаттамалар жатты. Ал қарсысында өзі жақсы көрген қыз. Соңғы рет сұраймын, деді Арман суық дауыспен. Кінәңді мойындайсың ба? Аяулым оған ұзақ қарады. Оның көзінде ашу да, өкпе де, тек терең шаршау мен үміттің соңғы ұшқыны ғана бар еді. Егер сен де сенбесең, онда кім сенеді? Деді ол жай ғана. Бұл сөз Арманның жүрегіне қадалғандай болды. Бірақ ол сыр бермеді. Қолындағы қаламды қаттырақ қысып көзін төмен түсірді. Хаттамаға кінәсін мойындамайды деп жазыңдар, деді ол әріптестеріне. Сол сәтте бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Екеуінің арасындағы сенім, махаббат бәрі. Бірнеше аптадан кейін сот басталды. Сот залында адамдар көп жиналды. Бұл іс бүкіл қалаға тараған еді. Барлығы кінәлі қызды көруге келгендей. Сыбыр-күбір, айыптау, суық көзқарастар бәрі аяулымды тұншықтырғандай болды. Ол залға кіргенде бір сәтке Арманды іздеді. Ол сол жерде отыр еді. Бірақ бұл жолы ол тек тергеуші ғана болатын. Ешқандай сезім жоқ, ешқандай қолдау жоқ.
Прокурор дәлелдерді бірінен соң бірін ұсынды. Барлығы бір бағытты көрсетіп тұрды: аяулым кінәлі. Қорғаушы әлсіз сөйледі. Ол да істің қалай құрастырылғанын түсінгендей еді, бірақ қарсы тұруға шамасы жетпеді. Соңғы сөз берілгенде зал тып-тыныш бола қалды. Аяулым орнынан тұрды. Оның даусы алғашында дірілдеді, бірақ кейін біртіндеп нығая түсті. Мен кінәсізбін, деді ол. Бірақ бұл жерде шындықтың қажеті жоқ сияқты. Барлығы әлдеқашан шешіліп қойған. Ол бір сәтке тоқтап Арманға қарады. Кейде ең ауыр жаза түрме емес, сенген адамның сатқындығы. Залда тыныштық орнады. Біраз уақыттан кейін үкім оқылды. Айыпталушы аяулым кінәлі деп танылсын. Бұл сөздер оның тағдырын бір сәтте өзгертіп жіберді. Қолына кісен салынған кезде ол соңғы рет Арманға қарады. Бірақ бұл жолы оның көзінде махаббат жоқ еді. Тек мұздай салқын сенімсіздік. Ал Арман болса сол орнында қатып қалғандай тұрды. Уақыт өтті. Бірақ кейбір қателіктер уақытпен бірге ұмытылмайды, керісінше күн өткен сайын ауырлай түседі. Аяулым түрмеде еді. Алғашқы күндері оған бәрі түс сияқты көрінді. Су қабырғалар, темір есіктер, бөтен адамдар бұл оның өмірі емес сияқты болатын. Бірақ әр таң сайын сол бір сұршындық қайта оралатын. Түрмедегі өмір оны тез өзгертті. Баяғы күлімсіреген, сенгіш қыздың орнында енді үндемейтін, ішіне бәрін жасыратын, суық көзқарасты әйел қалыптасты. Ол ешкімге жақындамады, ешкімге сенбеді. Себебі сенімнің қандай ауыр сатқындыққа айналатынын ол өз басынан өткерген еді. Ал Арман, оның өмірі сырт көзге бұрынғыдай жалғасып жатты. Қызметі өсті. Әріптестері оны мақтады. Күрделі істі ашқан мықты тергеуші деп бағалады. Бірақ оның ішінде тыныштық жоқ еді. Әр түн сайын ол бір ғана көріністі қайта-қайта есіне алатын. Сот залындағы аяулымның көзі оның соңғы сөзі. Ең ауыр жаза сенген адамның сатқындығы. Бұл сөздер оның санасында жаңғырып тұратын. Бір күні ол істің құжаттарын қайта қарап отырды. Әдеттегідей емес, бұл жолы жай қызығушылықтан емес, ішкі бір мазасыздықтан. Қағаздарды ақтара отырып, ол бұрын байқамаған бір детальға көз тоқтатты. Ақша аударымы тіркелген уақыт. Аяулымның сол сәтте басқа жерде болғанын дәлелдейтін бейне жазба. Бұл қалай мүмкін? Деп сыбырлады ол. Жүрегі жылдам соға бастады. Ол тереңірек үңілді. Бір дәлел екіншісіне қайшы келе бастады. Құжаттарда қолдан жасалған іздер байқалды. Біреулер өте мұқият, бірақ асығыс жұмыс дегендей әсер қалдырды. Сол сәтте бәрі орнына келді. Бұл әдейі ұйымдастырылған қылмыс еді. Ал аяулым тек құрбан. Арман орнынан атып тұрды. Оның қолдары дірілдеп кетті. Мен не істедім? Шындық кеш болса да ашыла бастады. Бірақ сол шындықтың салмағы тым ауыр еді. Келесі күндері Арман жасырын түрде тергеуді қайта бастады. Бұл жолы ешкімге сенбей, бәрін өзі тексерді. Ақыры ол нағыз кінәлілердің ізіне түсті. Олар сол компанияның жоғарғы басшылығымен байланысты адамдар болатын. Бұл іс әдейі жабылған. Ал оған тек құрал ретінде қараған. Енді оның алдында тағы бір таңдау тұрды. Бұл жолы әлдеқайда ауыр. Егер ол шындықты ашса, өзінің бұрынғы шешімін мойындауға тура келеді. Бұл оның мансабын ғана емес, бүкіл өмірін күйретуі мүмкін. Ал егер үндемесе, аяулым сол күйі кінәлі болып қала береді. Сол түні Арман түрме қақпасының алдында тұрды. Ол алғаш рет сол жерге тергеуші ретінде емес, кінәлі адам ретінде келгендей сезінді өзін. Күзетшіге құжаттарын көрсетіп ішке кірді. Ұзын дәліз, ауыр есіктер, темір дыбыстар. Соңында аяулым. Ол оны бірден таныды. Бірақ ешқандай эмоция білдірмеді. Неге келдің? Деді ол жай ғана. Арман жауап берер алдында бір сәт үнсіз қалды. Мен шындықты білдім. Аяулым жай ғана күліп жіберді. Бірақ бұл күлкіде қуаныш жоқ еді. Кеш қалдың, Арман. Оның даусы суық әрі бос естілді. Мен бәрін түзетемін, деді Арман, сені шығарамын. Аяулым оған тік қарап. Ал мені қайтаруға ше? Деді баяу. Бұл сұраққа Арман жауап бере алмады.
Түрме дәлізіндегі сол қысқа әңгімеден кейін Арманның өмірі түбегейлі өзгерді. Бұл жолы ол үнсіз қала алмады. Келесі күннен бастап ол ресми түрде істі қайта қарау туралы өтініш берді. Бұрынғы дәлелдердің қолдан жасалғанын, кейбір куәліктердің жалған екенін дәлелдейтін жаңа айғақтарды жинап, жоғары органдарға жеткізді. Бұл оңай болған жоқ. Оған қысым жасалды. Қорқытулар басталды. Тіпті қызметінен айырылу қаупі де туды. Бұл істі жабық күйінде қалдыр, деді басшыларының бірі. Өзіне де, бізге де тиімді. Бірақ бұл жолы Арман тоқтамады. Мен бір рет қателестім, деді ол қатты дауыспен. Екінші рет қайталамаймын. Іс қайта ашылды. Қоғамда үлкен резонанс туды. Журналистер, тексерулер, жаңа куәгерлер бәрі бірінен соң бірі шыға бастады. Ақыры шындық толық дәлелденді, аяулым кінәсіз. Ал нағыз қылмыскерлер ықпалды адамдар тобы. Сот қайта өтті. Бұл жолы залдағы атмосфера мүлде басқа еді. Бұрынғы айыптау сөздерінің орнын таңданыс пен үнсіздік басты. Айыпталушы аяулым толық ақталсын деген үкім шыққанда, зал бір сәтке тып-тыныш болып қалды. Темір есіктер ашылды. Аяулым бостандыққа шықты. Бірақ ол баяғы аяулым емес еді. Сыртта оны ешкім күтіп тұрған жоқ. Тек Арман ғана алыстан қарап тұрды. Оның көзінде үміт бар еді, бірақ ол үміт әлсіз болатын. Аяулым баяу оның жанына келді. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сен бәрін түзедің, деді ол сабырлы түрде. Рахмет. Арман терең дем алды. Мен кешірім сұраймын. Аяулым басын сәл шайқады. Кейбір нәрселер кешірілмейді, Арман. Бұл сөздер тыныш айтылғанымен салмағы ауыр еді. Мен сені жақсы көргенмін, деді ол. Шын сенгенмін. Ал сен үндемедің. Арман көзін төмен түсірді. Мен қорықтым. Ал мен сендім, деді аяулым, біз сол жерде айырылдық. Жел баяу соғып тұрды. Қала бұрынғыдай өмір сүріп жатты. Бірақ олардың арасындағы бәрі аяқталған еді. Аяулым артына қарамастан кетіп қалды. Бұл жолы ол еркін еді, бірақ жүрегінде терең із қалды. Ал Арман сол орнында тұрып қалды. Ол шындықты таңдады. Бірақ тым кеш. Кейде әділет жеңеді. Бірақ махаббат емес.